Kaspi Pay қосымшасында оңайлатылған режимде кірістен 3% салық қалай төленеді? Салық сервисін ашыңыз. Кірістен 3%. Бизнесіңіздің тіркелген жері бойынша салық органын таңдаңыз. 1414 нөмірі бойынша салық органының мекен жайын біле аласыз. Бизнесіңіздің жарты жылдықтағы кірісін көрсетіңіз. Әр жолда есептеу үшін көмек сөзді пайдаланыңыз. Каспидегі кірістер жолын өз деректеріңізбен автоматты түрде толтыру үшін астындағы сомманы басыңыз. Басқа банктердегі қолма-қол ақшасыз кірісті және қолма-қол кірісті өз бетіңізше енгізуіңіз керек. Жарты жылдың ішінде жеке кәсіпкер және жұмыскерлер үшін төленген әлеуметтік аударымдардың сомасын енгізіңіз. Егер сіз мұны Каспи арқылы жасасаңыз, енгізу жолындағы көмек сөзге басыңыз. Сома автоматты түрде есептеледі. Егер бір жұмыскердің бір айдағы орташа жалақысы жеке кәсіпкер 23 айлық немесе одан көп, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 29 айлық немесе одан көп болса, онда түзетуді қолдану керек. Ол салық сомасын азайтуға мүмкіндік береді. Түзету деректерді өзгерту емес, салық жеңілдігі. Түзетілетін сома автоматты түрде есептелу үшін әр айдағы жұмыскерлер санын көрсетіңіз. Қажет болса, түзетуді қолданыңыз. Төлемді растаңыз. Осылай, кірістен 3% салықты Kaspi Pay мобильді қосымшасында жеңіл, оңай, әр комиссиясыз төлеуге болады. Төлем туралы ақпаратты тарих бөлімінде қарау, өткізілді мәртебесі төлемнің жіберілгенін білдіреді.